1000 теңгеге стоит, жұрттар бар ғой, 3 бокал әшейін пивішше сыйып тастайды ғой. Болмаса набитик ішеді. Бұйырсын. Мынаны қайнатаға берсең риза болады ғой. Қызыңнан күйеу балам жақсы екен ғой, мені ойлайды екен деп. Рас қой, 1000 теңге қайда қалмайды. Лақатонға салса жоқ болып кетеді ғой сен. Мынау керемет. Бұмен кескен кезде бар ғой, мынаның дауысын қарасаңызшы мұны. Новый Toyota сияқты шылдап тұр. Шетінен сындырасын. Бір тисе турап тұр ғой мына. 1000 теңге деген шығарады. Мынау гипсокартон кесетін пышағы, пластик труба, рейка кесетін арасы. Одан кейін қолды кеспейтін қылатын мынандай наждагы бар. Уребині бар, 1 метрлік метрі бар. Сосын домалақтап кесетіні бар. Пышақ қайшыны қайрағанда мынау тамаша қайрайды ғой. Мынаны бетіп ұрып, мынаны бетін тегістеп, мынаған салып бет тартқан кезде пышағында 3 рет тапсаң лезім қылады ғой. Мынаған домалақ кесіп өтпесе де. Мына жұлып алып, екінші тесігіне бетіп көлденең салады, папировку. Мына бар ғой 3 жұмыс істейді. Терезенің төбесін аван еп кеседі, сосын капель стеклоның артық жерін алып тастайды, бет жылжи береді. Одан кейін мынандай шеңбер кеседі. Рамада тұрса, мынаны сындырмай алу үшін бетіп крестік кесіп, ажағынан бұрышына түседі, болмаса присоскамен тартып алу керек. Кинодағыдай. Қолды кеспейтін қып тастайды.